ұстаздары, студенттері және ата-аналары. Мен ГК-91 тобының студенті Қайратұлы Әлинұрдың анасы Досамбекова Дария Қайыркен қызымын. 9 мамыр жеңіс күні Ұлы Отан соғысына 75 жыл толуына орай атамыз үшін мақтанамыз атты мерейлік акция бойынша өзім туып өскен ауыл Абай ауданы Архат ауылының батыры атамыз Закария Белібаев жайлы әңгіме айтқым келеді. Ол кісі туралы айтсақ, ол кісі өте мінезді, қайратты адам болды. Соғысқа қатысқан ардагер. Біздің үйіміздің арасында үй жоқ, сондай көрші, тату тұрдық. Ол кезде мен 10-11 жаста едім. Біз жиі ол кісінің үйіне барып тұратымыз. Үй шаруашылығына көмектесіп, Зия шапамыздың дастарханынан шай ішіп, әңгімелесіп қайтатынбыз. Бүкіл ауылдың балалары, оқушылары да ол кісілерге қолғанат болып көмектесіп жүретін, қол ұшын созып жүретін. Ол кісі біздің үйге де жиі келетін, әңгімелесіп, әкемізбен, бізбен, бәріміздің қалымызды сұрап, жиі кіріп, шай ішіп жүретін. Енді осы Ұлы Отан соғысының батыры атамыз жайлы сіздерге видеоролик ұсынғым келеді. 9 жылы әскер қатарында Киевта 30 атқыштар полкында жауынгер болады. Закария Белібаев өзінің жауынгерлік жолын 1940 жылы Бессарабия, Батыс Украина халқын КСРО-ның құрамына қосу салтанатына қатысудан бастайды. 1941 жылы фашистік Германия кеңес еліне баса көктеп кіргенде, Киевтегі 19 дербес аспалы көпірі батальонның құрамында болып, жаумен шайқасады. 1943 жылдың қазан айында 177 атқыштар дивизиясының жауынгерлеріне Днепрдің оң жағалауына өту тапсырылады. Жаудың түсірген снарядтары астан кестең етіп суды жарып жатты. Ары өту мүмкін емес еді. Ол кездері оң жағалауды немістер темір бөгет атайтын. Әйтсе де, біздің жауынгерлер еш аянып қалмады. Солардың ішінде 23 жастағы Закария Белібаев та бар еді. Батырлық пен ерліктің символы болған Днепр өзенімен өту кезеңіндегі қаһармандық ерлігі үшін СССР жоғары Советтің президиумының 1943 жылғы 17 қазандағы жарлығымен аға сержант Белібаев Закарияға Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Ордені, Ленин ордені, алтын жұлдыз медалі қоса беріледі. Осы ерліктер үшін 2-ші дәрежелі отан соғысы орденімен, Кавказды қорғаған үшін, Варшаваны азат еткен үшін, Берлинді алған үшін, Германияны жеңген үшін, Жапонияны жеңген үшін медальдармен марапатталды. Соғыстан кейінгі жылдары да бейбіт өмірде де бірнеше медальдармен марапатталды. 1973 жылы Қазақстан ОКСМ орталық комитетінің құрмет грамотасымен Қазақстанның СССР-ның 30 жылдық төрқалы тойының құрмет медальдармен марапатталды. Соғыстан кейін ауылына оралып, 1947-51 жылдары Архат ауыл кеңесінің төрағасы, 51-55 жылдары Абай жарма аудандарының мал дайындау бірлестігінің маманы болды. 55-58 жылдары жарма ауданының Маятас ауылының төрағасының орынбасары болды. 58-59 жылдары Архат ауылының кеңесінің төрағасы, 60 жылдан бастап қойма меңгерушісі. 77-78 жылдары орманшы, 78-79 жылдары зоотехник болып жұмыс істеді. 1982 жылы 5 маусымда 65 жастан асқан шағында атамыз өмірден озды. Сіздерге рахмет тыңдағандарыңызға. Енді келе жатқан Ұлы Отан соғысына 75 жыл толуымен, сіздерді келе жатқан жеңіс күнімен құттықтаймын. Елімізде тек мәңгі тыныштық орнасын, соғыс болмасын ешқашанда. Ардагерлерімізді бағалайық, құрметтейік, оларға тағзым етейік қашан. День победы, день победы, день победы.